Сәлем достар, көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Гакку Топ 10 назарларыңда. Топ 10 басталды деп асыға күтіп отырған көрермен экранға жақындай түс, себебі біз бастаймыз. Ал қазір үміткерлерді айтады деп тұрсың ғой, Дәл солай, бірінші үміткер күйеу бала қарастырып жүрген Арман Дүйсенов. Оның жан қызым туындысы көпшіліктің көңілінен орын алып келеді. Егер сен де оған бейжай қарай алмасаң, Гакку KZ сайтына кіріп дауыс бер. От түсіп өртенеді-ау өзегіме, мұндайда жанан ашып төзеді ме? Жүзіңе жел тигізбей өсіріп Ал екінші үміткер Дастан Оразбековтың бөпелері ТТ тобы. Өздері бойдақ болса да, сәбиді аңсап жүрген жігіттер жеңістен үмітті. Олардың жаңа әні бесік жырына айналып, нәрестеңді ұйықтатып жүрсе, лайк бас. Әлемдегі ең үздік ондыққа да келіп жеттік. Оны жас әнші Айри ашты. Шоу деп қазақ шоу бизнесіне енді ғана тәй-тәй басқан арудың аяғы алса жаман емес. Атыс шабысқа толы бейнебаян көңілінен шығып отырма. Онда неге отырсың? Дауыс бер. Бүркіт мырза, күлетін түгі де жоқ. Себебі шәкірттеріңіз Арманай төмен қарай түсіп барады. Бүгін олар 9-шы орында. Аталмыш топ үшін 1-ші орын күннен күнге арманға айналуда. Жоқ деп құтқарғың келіп отырса, лайк бас, әйтпесе келер апта шеруімізден ұшып кетуі де мүмкін. Үнемі жігерсіз жүретін Диас Аблаев кезекті рет сезімін білдіре алмады. Жанарына қарап қана жүрді. Ай, Диас-ай, қашан ғашығыңмен қол ұстасып бақытты болып жүрер екенсің. Дегенмен бейнебаяны көңіліңнен шықса, жоғары көтеруге тырыс. Ол үшін тек сенің даусың қажет. Ендеше іске сәт. Айтпақшы, Аблаев бүгін 8-ші орында. Өткен аптада 7-ші орында кім болғаны есіңде ма? Ендеше ол еш өзгерген жоқ. Сол Максим Лесников. Оған 7-ші орынның ұнап қалғаны сонша, одан төмен түскісі де, немесе көтерілгісі де келмейді. Келер апта қалай болар екен, Оны уақыт көрсетер. Әзірге 7 Макста. Сенсіз көңіл мұңая, үнсіз ғана жылады. Сезім қайда, кезім қайда баяғы. Жан жүрегім ояна, жанға жылы сұрады. Лаласын деп махаббат шамшырағы. 6-ші орынға жарасымды жұп Бүркіт пен Айша жайғасты. Олардың бір-бірін айналғанына қарап сүйсінбеу мүмкін емес. Жүрегіңді елжіретіп отырма. Махаббат үшін бір лайк бас, достым. Келер апта ұлы сезімді қолдағандар санын анықтайтын боламыз. Әзірге бейнебаянға назар сал. Айналайын, ғашықпын тек өзіңе. Айналайын, байланайын, мөлдіреген көзіңе. Айналайын, ғашықпын тек өзіңе. Айналайын, елжіретіп сөзіңе.
екіге емес, бірге дауыс берші күндізде түнде. Себебі Кәмшат Жолдыбаева 5-те. Оның жаңа бейнебаяны расымен де тамаша. Егер сен де менімен келсең, көтерейікші бірге. Ол үшін Gakku KZ сайтына кіріп дауыс бер, бірақ алдымен ырғаққа ілесіп билеп ал. Алтын таққа ближе қалған Бигсон мен Луина ақырын ғана ілгері жылжып келеді. Дуэттің кезекті туындысы да халықтың көңілінен орын алуда. Егер саған ұнап жатса, лүпіліңді аяма. Келер апта ең болмаса бір сатыға жоғарылатуға тырыс, достым. Өткен аптада тұрақты 2-ші орнына жайғасқан Ayumi тобы қайта төмен қарай құлады. Бүгін арулар 3-ші орында. Хейлады тоқтаусыз билегені расменде жалықтырды ма? Жалықтырмаса, неге дауыс бермейсің? Қане, сайтымызға кірде, жүректі бас. Алдымен ырғаққа ілес, биле, сөйтте Ayumi дай бол. Айта беретін Жанар Дұғалова қайда деп күтіп отырсың ба? Ол күміс тақта. Жанар сайлау жақындаған сайын қарқынын арттыруда. Келер апта алтын тақтан көріну де ғажап емес. Егер депутат болуға лайықты десең, аямашы лайықты. Ал бірінші орында айтпақшы. Кім қай орынға жайғасқан есіңде ме? Есіңде болмаса, еске түсірейік. 10-шы орында жас әнші Айри. Бүркіттің балапаньондықтары Арманай 9-да. 8-де жігерсіз Диас. Максим 7-ге жабысты. Сенсіз көңіл мұңая, үнсіз ғана жылады. Шеруіміздің аққулары Бүркіт пен Айша 6-да. ғашықпын тек өзіңе. 1-де емес, 5-те Кәмшат. 4-ші орында Бигсон мен Луина. Қола Ayumi'да. Күміс Жанар Дұғаловада. Алтын көмкерілген тақта 1 емес 5 жігіт отыр. Ол әрине 91. Q-поптың негізін қалаушы жігіттер бұл орынға ұзаққа жайғасқан секілді. Бірақ оларды айыптай көрме. Бұл олардың еңбегінің жемісі. Сондықтан шапала ұрудан басқа амалың жоқ, достым. Жарайсыңдар. Бұл аптада әншілер осылайша жайғасты. Келер аптада қалай өзгеретіні белгісіз. Ал егер бүгінгі шешіммен келіспесең, мына әнші бұл орынға лайықты емес қой десең, оны өзгер. Ол үшін Gakku.kz сайтына кіріп, қазірден дауыс бер. Көп пікірталас тудыратын, әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Gakku Top 10 осымен тәмам. Көріскенше.